Ең бірінші бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына жердегі суреттерге қарап отырғандарыңыздай көңіл-күйді білдіреді. Сол бойынша барлығымыз өзімізге ұнайтын смайликтерді, яғни адамның бейнесін баса отырып топтарға бөлдік. Жақсы оқушылар, ондай болса, біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы көпіршілер туралы өттік. Онда есімізге түсірмес бұрын сабақтың мақсатына тоқталып өтейік. Сабақ мақсатына тоқталайық балалар. Ондай болса, біздің сабағымыздың мақсаты не екен? Практикалық сипаттағы есептерді шығару, формулаларды есептеу арқылы формулаларды қолдану. Онда балалар, бізде жалпы көпіршілерға қандай көпіршілер жатады есімізге түсірейікші? Ром, трапеция, параллелограмм, төртбұрыш, шаршы және үшбұрыш. Онда балалар, қазір бізге мына жерде кубтар берілген екен. Әр топқа бір шындық кубы беріледі. Осы жердегі QR-ды сканерлеу арқылы әр суреттерге жақындатып, өздеріңіз ішіндегі сұрақтарға жауап бересіздер. Видеоға түсіріпсіңдер. Енді суреттерге жақындатасыздар. Әр суретке жақындатыңыздар балалар. Ашылды ма? Менімен жарысып есеп шығаруға дайын боласыңдар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жұмаділдаев деген математик кісі тұр екен, я? Онда сол кісінің балалар сіздерге айтары бар екен. Тыңдаймыз? Her hafta oyunda başında özümüz oyuncularını da sunarız. Ergay söz fiziği ustalarımız da sunarız. Sesli bu okuşlar. Onday болса оқушылар бізге жаңа кубымыз айттық, я? Енді мен сіздерге қазір сілтемелер жіберем балалар. Осы сілтемелер арқылы сіздер өтіп, жаңағы мына жердегі өздеріңіз айтқан фигураларды көріп тұрсыздар ғой. Сол өздеріңіз айтқан фигуралардың әрқайсының атаулары мен жазбаларын, формулаларын жазып шығасыздар. Енді, онда сілтемеге өтетін болсаңыздар, сіздерге осындай экран ашылды ма барлықтарыңыздар? Яғни бізде мына бірінші, екінші және үшінші фигураларды көріп тұрсыздар ма? Бұлардың барлығы біздіңге фигуралар, я? Алғашқы 6 фигураны ғана жазамыз. Яғни, мысалы бірінші фигураның аты қандай болады? Төртбұрыш, я? Мына жерге нейм деген жер, яғни ат деген сөз ғой, білесіздер ағылшынша, я? Оған төртбұрыш дейсіздер. Онда төртбұрыштың ауданы неге тең еді балалар? Ауданы? Я? А көбейтілген Б. Онда мына жерге жазасыздар, ағылшын әріпіне қоясыздар да А, кішкентай амен жазу керек, А және Б. А мен бұның несі деген сөз балалар? А мен бұның көбейтіндісі деген сөз. Ал мына жерге атын жазасыздар, сосын болды. Мына жерде барлығымыз тексеруді басамыз. Так, міне біздікі дұрыс екен. Түсінікті ма балалар? Осылай орындап шығасыздар. Бізде 6 фигура берілген. 6 фигура. Барлық оқушы орындай алады деген ойдамын. Өте оңай. Так, ол жерге мына қараңыздар. Бірінші тұрғанға А дегенге, нем дегенге ат жазасыздар. Екінші тұрған жерге оған формуланы жазасыздар, болды. Екі-ақ дүние сіздерде жасау керек. Жетінсізіне просто телефон. Не жерде балалар 2-1 деген сан түрі, 2-1-ді қолдану керек болса, 2-1-ді мына жерге жазасыздар дейді. Түсіндіңіздер ма? Егер 2-1 сіздерге керек болса. Қай жерде 2-1 деген формула бар?
Түсініңіздер ма? Апайдан ағылшынша жазаңыздар сонда. Ағылшынша емес. Біз тіктөртпүш деп Әріптерді жаздық. ағылшынша. Тіктөртпүш дегенді қазақша жаза беріңдер. Шықпайды. Жазбай ақ қойыңдар, керек емес. Формулаларды жазып шығыңдаршы балалар. Формулаларды жазып шығыңдар хотя бы. Не на базар? Азында тексеру. Апай, сен басқа жаққа ауысып ал. Ауысып бермей Мені йде. Кішкентай а б деген болды уже. Енді екіншісін аша аламыз. Бітті оған жазбайсыз, екінші фигураны аш. Мынау не еді? Бұл квадрат, оныкі а квадрат. Значит, мына жерде а квадрат дегенді басып саласыз. Мына жерде телефонның экраны көрінбейді ғой. Мына а квадратынан бір түрші басасыз да. Біріншісіне өтші. Сол жерде аны жаз бірінші, кішкентай а. Кішкентай аны жаз. Квадрат міне түші. Все болды. Енді келесі формуланы. Каждый день. Так, балалар, 2 минут уақыттарыңыз бітейін деп қалды. Тексерейік па? Жоқ. Тексерейік. Так, онда мына фигура қандай балалар? Мынау қандай фигура? Бірінші қатардан кім айтады қандай фигура? Шаршы. Шаршының формуласы қандай еді балалар? А-ның несі? А-ның квадратына тең, үстіп тала саласыздар. Келесі үшбұрыштың мынамен салыстыра салайықшы балалар. Енді өздеріңіздің жауаптарын салыстырыңыздар. Біріншінікі а көбейтілген б, дұрыс па? Екіншінікі с квадрат болады, дұрыс па? Үшіншінікі 2-ден 1 көбейтілген, f көбейтілген g. Солай жазғандар бар ма? Дұрыс онда. Келесі, мынау қандай фигура? Параллелограмдікі не еді? Пи көбейтілген r болады, яғни еще алдында несі бар? 2-ден 1 болады, жақсы. Келесі фигураның аты қандай? Трапеция. Оның ауданы неге тең? 2-ден 1 көбейтілген. Тимурсыз жаздыңыз ғой жаңа. Жақсы, а қосылған б көбейтілген аш. Яғни бұл жерде а болмыз аш пен не? К деген сөзге аш көбейтілген н деген сөз биіктік болады екен. Тамаша, Тимур, жарайсыз. Келесі қандай фигура бізде? Үшбұрыш, оның несі қандай? 2-ден 1 көбейтілген пи р болады екен. Сонымен есеп аяқталды. Енді балалар, сіздер былай жасайсыздар. Осы жердегі 6 тапсырма балды дәптеріңіздің шетіне жазып қойыңыздар. 6 ауда дұрыс болса 6 бал. Түсінікті ма? Ал кеттік, ары қарай. Ары қарай бізде балалар деңгейлік тапсырмалар берілген екен. Бұл жерде жеке жұмыс, формулаларды еске түсірдік. Балалар, формулаларды еске түсірдік. Енді есептер шығарып қойып. Ондай болса бізде, жаңа ғана бізге Асқар Жұмаділдаев ағамыз айтқандай, аталарымыз ғой сіздердің. Айтқандай, жеке бонустарым бар деген. Осы жерде деңгейлік тапсырмаларға байланысты әркім өзіне қалаған тапсырмасын орындайтын болады. Телефондарыңызды жинап қойыңыздар, керек емес. Телефондарыңыз сал керек емес. Аяқталды, Нұрсұлтан. Ал 3 есеп берілген. А, С деңгей деген ең күрделі деңгей, Б деңгей екінші деңгей, және А деңгей берілген. Бұл жерде сіздерге дискрипторлар берілді. Фигуралар бойынша белгілеулер жасайсыздар. Яғни биіктігі неге тең, қабырғалары неге тең, белгілеулер жасайсыздар. Екінші формуласын жазасыздар. Жаңа ғана аудандардың формуласын жаздық қой бірінші. Соны пайдаланасыздар да, сосын есептей саласыздар. Түсінікті ма? Қай оқушы қай деңгейдің есебін алғысы келеді, оны өзі біледі. Сондықтан қай деңгейді алсаңыздар да өздеріңіз шығара қойыңыздар. Таңдайсыздар өздеріңіз. Бәріңе. Тақтада есеп көрініп тұр балалар. 5 минут уақыт беріледі десекейін. Болыңыздар. Әкелеріңізге жана беріңіздер, ал кетіңіздер.
Балалар, бұл жерде 3 тапсырма берілген. С деңгейінің есебіне батылдық танытып кім шығып көреді тақтаға? Мен. Жақсы келіңіз. Б деңгейге кім шығып көреді? Б деңгейде қандай фигура екен балалар? Параллелограмм екен, иә? Кім шығып көреді? Линейка. Тоғызды жазып қой. Ала тұрам, ма? Сөз. Бір деңгей, так. Қайсы еді? 3-ке бөлмеді ғой тақтаны. Бұл деңгейге кім деді жаңа? Бұл деңгей. Параллелограммды кім шығарады? Кім түсінбей жатыр сұраймыз. Кім түсінбей жатыр сұраймыз. Жазыңыздар. Медина дәптер қайда алдыңыздар? Ашсайшы, не істеп отырсыз? Білесек болса да көрсетейік. Жақсы. Неше шықты? Жаздыңыз ба? Жақсы. Ничего, біз ручкамен жазып атақшы, пожалуйста. Оқушылар, бірімізге қызық қылмаймыз. Типа как... Не керек. Сантиметр квадрат па, метр квадрат па жазыңыз алдана. Бірлік өлшемін жазыңыз. Дана, сіз дұрыс көбейттіңіз ба? Мына жерде Тимурда 3402 шықты ғой. Қайдадан бұл өлшеміз? Шығарғандар бар ма олар? Неше шықты? 3402 метр квадрат. 3402 метр квадрат жазасыздар. Тимур жарайсыз, сіз басысыз. Биіктігі сұрайсыздар. Биіктігі сізде 54 болады, иә? Мына жерде жазасыз 54 сантиметр квадрат. Сантиметр ма, метр ма? Метр екен, иә? Жан сезім дұрыс орындады, екі оқушы. А деңгей ма, С деңгей ма? Жақсы, неше шықты жауап? 64 метр квадрат. Тоже 36 емес, сіздікі А деңгей ма? Квадрат. Тамаша. Жарайсыздар балалар. Барлықтарыңыз орындапсыздар, иә? Яғни мына жерде метр квадратты ұмытпайсыздар. Димаш, ауданға не жазып қойған? С қой, иә? Жақсы. Балалар, жарайсыздар. Бұл жерде барлық оқушы тапсырмаларын орындады. Енді жаңа 6 балл болса, осы жолы өздеріңізге 3 балл қосасыздар. Осы тапсырма бойынша өздеріңізге плюс 3 балл. Үш деп жазсайшы. Ал онда балалар, келесі тапсырма. Келесі тапсырмада сіздерге 3 бұрыш берілді. Ана жерде тұрған QR-ды сканерлейсіздер, сол арқылы тапсырманы орындайсыздар. Не істеңіздер? Сіздерге қандай фигура берілсіз балалар? 3 балл дейсіз ба? Қандай фигура берілсіз? 3 балл қостым деген сияқты. Не 9 балл? Сіздерге айтады, тік бұрышты үш бұрыштың катеті 3 бөлінген 4 дейді. Қатынасын айтылса, гипотенузасы 5-ге тең болса, катеттерінің ал енді істейсіздер. QR-ды сканерлегеннен кейін сіздерде фигура шықты ма балалар? 3 бұрыш фигура шықты келеді. Содан не істеңіздер дейді? QR-ды сканерлейсіздер, 3 бейненің көресіздер.
Қатынас болса қалай жарыш едік? Қалай жарыш едік бала? Так, онда мынау неше деген сөз? Катет деп қайсы қабырғаларды айтамыз? А, Б және Б-сын айтамыз. Онда мынау 3х болса, балалар, мынау неше деген сөз? 4х. Мынау неше деген сөз? 5 деген сөз, x емес. Онда енді сендер мені Пифагорды пайдаланып тауып көріңіздер. Табуға бола ма? Алдағыңыздар. Неше шығады? Неше шықты? Енді тапсырманы орындаңыз. Тапсырмалар. Юар ашқанда сіздерден тапсырмаға өтесіздер балар. Тапсырмалар. Аяна да шықты. Аяна балаға жібере салшы. Нешеде қоңырау? 5. Жақсы. Балалар. Стартты бассай. Оқушылар енді тамаша, жарадыңыздар. Осы жерде неше сұрақ бар екен? 5 сұрақ бар екен. Осы 5 сұрақтан өздеріңізге 5 балл қоясыздар. Ал онда телефондарыңызды қойып қояйық. Келесі тақтаға назар аударайық. Осы жолы қазір сіздерге мен топпен тапсырма беремін. Яғни әр топта 5 оқушыдан отырсыздар, топ басшысы әр балаға мына есепті бөліп бересіз. Әр бетінде есептер көрсетілген комикс ретінде. Осы комикстар бойынша балалар әр балаға бір есептен бөліп бересіздер да жасайсыздар. Біреу ой деген сіздер екі бөліп жақсы. Бірінші сендерге бетеді балалар. Мына жерде қараңыздаршы. Балалар, оқушылар бері қараймыз. Оқушылар бетеді. Аян мен Айша ауыл әкімдігіне жаңа саябақ жоспарын алды дейді. Олар геометрияны пайдаланып әр алаңның ауданын есептеуі керек еді. Онда бірінші тапсырма бір оқушыда қандай фигура бейнеленген екен? Шаршы. Шаршының қағидасы бесінші ауданын аласыз. Бір оқушыға бөліп бересіз. Едина. Екінші есеп болса әр қайсысын бір балаға бөліп бересіздер. Немесе былайдан алсаңыздар болады. Мысалы, мынау сізге, мынау сізге. Шығарасыз. Осы парақтың өзіне орындай беріңіздер. Мынау үшеуіңізге. Ал бастай оқушылар, мына жерде былай істесеңіздер болады. Мына парақтарға мен жаңа не көз қойған, былай ала салыңыздар. Міне мысалы, трапеция сіздікі үшбұрыш, сіздікі міне. Жоқ, аланы кімді Міне, екі шаршы. Осылай ала салыңыздар, шаршы мынау қойды. Оқушылар сіздерін ала беріңіздер. Апай, осыған жазасыз ба? Осы парақтың өзіне кімге бересіз? Бере ғой. Тимурыңызда осылай ала беріңіз. Бірінші тапсырманы кімге бересіз? Мәңіз, араймын. Нұрсұлтан. Шаршы Нұрсұлтанға. Төртбұрыш Әлиге. Параллеграм сізге. Дәптерге емес, осы парақтың өзіне орындай қойыңыздаршы. Сосын қазір, артына, жанына, міне жеріне осы орындағанға орындай беріңіздер. Балалар, осы парақтың өзіне орындай беріңіздер. Сосын қазір жауаптарын бірге салыстырамыз. 4 минут. 4 минут қалды. Кім болды? Сізде тегін. Өзім шештім. Өзім шештім. 1932. Дұрыс айтты, тамаша жарайсыз. Хадиша параллеграмды шығартты 1932 дейді.
Сіздер неше шықты? 44 дұрыс. Сіз? Неше шықты? 25 шықты. Так, мына жақта екі оқушы орындапты сіздер дейді. Неше шықты? 2067 шықты дейді. Сіздер? 1932 шықты. Сіздер не балалар? Апа мен 2067. Жақсы, сізде? 1932. Жазыңыздар сендер. Апа мен де Жақсы, балалар ондай болса, әр балаңызды дұрыс па екен енді топташысын тексересіз. Яғни, қараңыз, бері назар аударайық. Оқушылар, топташылары, шаршының ауданы 25 шығар. Шаршының алған балалар көтерші. Шаршы, 25 шыққандарыңыз дұрыс. Екінші, түктер күштен 44 шығар. Түктер шығарғандар бар ма? Жақсы, тамаша, жарайсыздар. Үшбұрыштығы 98 шығар. Үшбұрыш шығарғандар бар ма? 98 шықты ма? Жақсы, тамаша. Келесі, параллелограммнан неше шығар? Параллелограммнан қанша шығар? 1978. Тамаша. Трапецияда неше шығар? 2006. Міне, осылай өздеріңізді бағалайсыздар. Бұл жерде әр оқушыға 5 неше минут бар? Балалар, тез. Теория кіреміз. Диас, Әли. Куаға. Тез. Тақтадан тұр. Тез, аялағана көрді. Тез. Үлген үйендер біледі, үлгермегендер. Тез. Все, басы. Апа мен Ондай болса, бала тапсырмаларды орындап бастаңыздар. Сұрақтарға жауап беріп бастайық. Апа бұл уақыт ма? Иә, кезектен. Армана, Дана, Тимур. Алғашқы мені кетті. Уақытыңыз аяқталды, тексеріп көрейік. Онда алғашқы үштікті тексереміз. Бірінші орында бізде Дана екен. Құтты болсын, Дана, жарайды. Екінші орында бізде Тимур, үшінші орында бізде Аружан. Жарайсыздар, басқа оқушыларда тамаша жұмыс жасадыңыздар. Ондай болса, қазір балалар барлығымыз тақтаға келіп, Апа неше бал болса жаңа? айтам қазір. Тақтаға келіп, соңғы қорытындыны жасамас бұрын барлығымыз балдарымызды есептейміз. Бұл соңғы тапсырмадан сіздерде балдарыңыз көрсетіп тұр, иә? Өздеріңізге 10 сұраққа жауап берсеңіздер 10 балл. 5-ге жауап берсеңіздер 5 балл деген сияқты. Жаңа сіздерде 17 балл болса, соған 10 сұраққа жауап берсеңіздер 20 балл деген сияқты. Түсінікті ма? Ал онда кімде қанша балл болды? Ал оқушылар, мысалы Тимур, өзіңіз бүгінгі сабақ бойынша қорытынды айта қойыңызшы. Бүгінгі сабағымыздың жалпы тақырыбы қандай еді балалар? Көпбұрыштардың қорытындылайтын болсам, бүгінгі сабақта белсене қатысқан оқушылар өте көп. Мына жерде мен ойламаған оқушылар барынша есептерді шығарып жатты. Жарайсыздар, әр топта өзін білмеген ерекшеленіп жатқан оқушылар көп. Яғни сабақтың мақсатына мен жеттік деп ойлаймын. Тимур, өзіңіз бір ауыз айтып кетсеңіз, не түсіндіңіз, не білдіңіз, не қойдыңыз? Көпбұрыштардың ауданын және де формулаларын қайталадық. Сізге сабақ ұнады ма? Тері байланысты сіздерде. Сіздерде қандай оқушылар айтып жаңағы өмірмен байланысты. Сонымен қатар осы ашық сабақта біз геометрия өзіміздің өмірімізге қажет екенін түсінген болатынбыз. Тағы да, және сізде бар ма? Соңғы тапсырмаға сұраққа жауап беріңіз. Және Бүгінгі біз сабақта геометрияда тікбұрыштар және ром, трапеция солардың тақырыптарын өте жақсы түсіндік. Және біз күнделікті өмірдегі қолданылатын нәрселердің бәрі геометрияға байланысты екен. жақсы. Балалар онда кері байланысты бере қояр, шақыра келсін. Кері байланысты берейікші. Апа мен
келіңіздер. Болмаймыз. Отыра алайық. Балалар, орныңызға отыра алайық. Болғандарымыз. Жақсы. Балалар.